Біз оқып жүрген Құран, яғни бұл он қырағаттың ішінде Асым қырағаты. Сол Асымның ішінде Хафс риуаяты. Біз алдында айтқанбыз, Асымның екі шәкірті болған, Шуба және Хафс деген. Яғни сол Хафс риуаяты бойынша көбірек оқимыз. Яғни осы көп танымал. Жалпы бұл кісі толық аты жөні Хафс ибн Сулайман ибн әл-Муғира. Яғни әкесі Сүлеймен болған, ал Асымнан қырағатты риуаят еткен кісі. Енді бұл кісінің анасы, яғни Асымның кейін жұбай өлгеннен кейін әйелі болады. И Хафс Асымның өгей баласы болады. Өгей баласы. Бұл кісі хижридің 9 жылы, хижридің 90 жылы туылып, 180 жылы қайтыс болады. Яғни 90 жылдай өмір сүрген кісі. Бұл кісі Асымның өгей баласы болу арқылы сол кісінің үйінде тұрғандықтан бұл қырағатты толық меңгерген, және де ғалымдар айтады, өте сенімді және де өте дұрыс оқыған деп айтады. Және бұл кісінің егер де сен ол кісіні көрген кезінде еді дейді, ол кісінің түсінігі мен ол кісінің біліміне көзім тоятын еді деп айтады. Яғни сондай ғалым, мықты кісі болған. Бұл кісі Куфа қаласында, яғни бұл куфалық қарекеңдер. Бұл кісі Куфа қаласында, Бағдат қаласында және Мекке қалаларында сабақ берген. Көптеген қарекеңдерге, көптеген адамдарға яғни Құран ілімін жайған кісілер, Алланың кәлемін жайған кісілер. Және де бұл кісі хадис саласында да еңбек сіңірген кісі. Бірақ хадис саласында Құран саласындағыдай танымал емес. Яғни Құранға қарағанда сәл әлсіздеу. Өйткені бұл кісі көп уақытын, көп өзінің энергиясын сол Құран саласын дамытуға, Құран кәлемін Алланың кәлемін үйретуге жұмсаған. Сол себепті хадис саласында қатты танымал кісі емес. Алла береке берсін бұл кісілерге. Алла өз мейірімін алсын.